Сәлем достар, бүгін біз сіздермен баланы қалай еміздіру керек, сол туралы сөйлесетін боламыз. Баланы еміздірген кезде барынша мейіріммен, барынша деген оған деген махаббатпен, сүйіспеншілікпен, оның көтеннен сипалап, басынан сипалап, көтеннен қағып деген секілді осылай еміздірсек болады. Еміздіріп отырған кезде бар ойыңызды, ынтаңызды балаңызға деген мейірімге ауыстырып, балаңызды ертең құлыным сен өскенде батыр боласың, болмаса өскенде сен ертең еліңді, халқыңды қорғайсың, сен болашақта мықты бір тұлға боласың, сен ертең отбасыңның қамқоршысы боласың, сен ертең өз салаңның маманы боласың, алла қаласа ғұмыр жасың ұзақ болсын, жолың ақ болсын деп осындай ізгі тілектермен балаңыздың көтенін қағып осылай еміздіру керек. Сол кезде бала ол әлі кішкентай болса да, ол әлі сөйлей алмаса да, емізулі бала болса да, ол бәрібір сіздегі осы бір әдемі эмоцияны сезінеді. Осы бір сіздің айтқан тілектеріңіз оның жүрегіне жетеді. Себебі бала анамен осы бір 3 жасқа дейін, тіпті кейбір деректерде айтады 12 жасқа дейін байланысты болады. Менің ойымша бала анамен үлкейіп есейіп кеткенше сол бір 18 жасқа дейін, соған дейін бәрібір тіпті өмір бойы ананың қамқорлығына бала мұқтаж болуы мүмкін. Сол себепті де ананың баласына деген тілегі қабыл болады. Қабыл болып жатады, білеміз, оның бәрін. Сол себепті қазірден емізгеннен бастап сіз оған жақсы тілек айтып, жақсы қарап, барынша махаббатпен, сүйіспеншілікпен еміздіретін болсаңыз, онда балаңызбен болашақта қарым-қатынасыңыз да жақсы болады. Баланың болашақта айналамен қарым-қатынасы жақсы болады. Бала ашық жарқын, жақсы, мейірімді болып өседі. Осының бәрі осы іште жатқаннан, еміздіргеннен басталады. Сол себепті де балаға барынша мейірімділік беріп, сүйіспеншілігімізді төгіп, тек қана балаға жақсы сөз айтып, баланы мәпелеп, Құдай қаласа өскенде біз бүйтеміз, өскенде біз сөйтеміз деп, Құдай қаласа деп осылай сөйлеп, өстіп бір асқан сүйіспеншілікпен еміздіру керек. Көп әйелдерде болатын жағдай, еміздірген кезде басқа ойға кетіп қалады. Енді адам тыныш болып қалған кезде, өзімен өзі қалған кезде әртүрлі ойлар кетеді. Адамның ойында әртүрлі ойлар ұшып жүреді, ол жаман да, жақсы да болуы мүмкін. Әсіресе осы декретте отырып қалған әйелдердің көбісі бір жаман ойға кетіп қалады. Сөз көтере алмай, болмаса ана бір адамның сөзін ойланып, болмаса бір баяғыда 40 жыл өтіп кеткен өзінің қасіретін ойланып деген секілді сондай бір тұңғиық ойға түсіп кетеді. Болмаса бір күйеумен ұрысып қалған кездерін, күйеуінің сөйлеген сөзін, болмаса енесінің сөйлеген сөзін, болмаса айдаладағы бір көршінің сөзін, болмаса айдаладағы бір адамның сөзін, кезінде өткенде сөйтпеппін деген секілді өз-өзіне анализ жасау деген секілді осындай бір тұмша ойлар жалмап алады. Осындай ойларға кетпес үшін барынша назарыңызды балаңызға салыңыз, балаңызға деген мейірімділікке салыңыз, махаббатқа салыңыз. Балаңызбен сөйлесіңіз, емшекте болса да. Көзімен ойнатуға болады, мысалы. Балаңызды осылай еміздіріп отырған кезде көзіңізбен ойнатып, былай ойнатып, күліп, деп осылай кішкене балаңызға деген бір сүйіспеншілік болу керек, бала да сезіну керек, бала емізулі бала, ол сезінеді бәрібір. Ол мысалы бір белгілі бір айға дейін сезінбеуі мүмкін сіздің жаңа көзіңізбен бетке қарағаныңызды, бірақ бұл сіздің сөзіңізді бәрібір сезініп жатады. Сөйлей алмасаңыз, ойыңызша ойлаңыз, ойша ойлаңыз. Ойыңызда болсын бұл мысалдар.
мысалы балам құдай қаласа осындай болады, ғұмыр жасы ұзақ болсын деп алла тағаладан сұрап дұға тілек айта беру керек. Осындай еміздіріп жатқан кезде балаңызға деген жақсы тілекте болуыңыз керек, балаңызға деген жақсы ниетте болуыңыз керек, жақсы тілектеріңізді жаудырта беруіңіз керек, жаудырта беруіңіз керек, жаудырта беруіңіз керек балаңызға деген. Себебі ананың тілегі әрдайым қабыл болады. Ол ең бірінші Алланың алдында, екінші адамдардың алдында да жақсы тұлға болып жетілу үшін сіз балаңызға барынша жақсы эмоция сыйлап, барынша жақсы сөздеріңізді айта білуіңіз керек. Сонымен қатар емізудегі әртүрлі позалар болады. Еміздірген кезде әртүрлі позалар болады. Ол позалар туралы сіздерге келесі видеода айтатын болам. Сол себепті менің арнама жазылыңыздар. Ұнаса бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, комментке ұсыныс пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздердің әрбір тілектеріңіз мен үшін маған келесі бір видеолар түсіруге мотивация сыйлайды. Сол себепті арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны көруді ұмытпаңыздар.